Ал Жамбыл ауданында мал төлдету науқаны аяқталуға жақын. Жергілікті шаруалар биыл да мемлекеттен берілетін жеңілдіктерді пайдалану арқылы мал басын арттыруды көздеп отыр. Жамбыл ауданына қарасты Мойынқұм мал жайылымында 68 шаруа қожалығы бар. Соның бірі пионер өндірістік кооперативі 1997 жылдан бері жұмыс істейді. Шаруашылық асыл тұқымды биязы қой өсіруге бағытталған. Мемлекеттен берілетін көмек қаржы 4 түліктің түлеуіне сеп болып келеді. Көктем өте биылғы жылы ерте шығып малға жайлы болып тұр, өздеріңізге белгілі. Елбасымыздың халыққа жасап атқан жеңілдіктері мінекей, аграрий 20-20. Сыбаға деген бағдарламамен 7% беріп атқан, алды 200-250 басқа малдардың басын жеткізіп. Бұл ет бағытында да, сүт бағытында жасап жатқан бағдарлама. Бүгінгі таңға мінекей аудан көлемінде 40 мың басқа жетті. Бүгінгі күні шопандар жаңа туған төлге жағдай жасауға қызу кіріскен. 13 мың гектар жайылымы бар шаруашылықта 2500-ге жуық қой бар. Оның 80%-дайы қоздап үлгерді. Сондай-ақ түрлі аурулардың алдын алу үшін дәрі егу жұмыстары да ұмыт қалған жоқ. Майда сақпан бұл жерде бір 52-53 бас қойдың төңірегінде бар. Сөйтіп әр атада бөлініп 4 сақпан бар қазір таңда. Үлкен сақпан басқа жерде, осындай жайылымдада. Әр сақпанда бір атада 450-500 бастың көлемінде мал бар. Қазіргі таңда 70%-на дейін қозы алып отырмыз. Шаруалар қойдан бөлек жылқы мен сиырдың да бағын бағуда. Бір кооперативте ғана 65 шамылдық жұмыспен қамтылып отыр. Шырайлым Болатбек қызы, жаңалықтар қызметі, Жамбыл ауданынан.